Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен күріш сорпасын дайындайтын боламыз. Менің жасау жолымен дайындап көріңіздер. Сонда сорпаңыз ботқа тәріздес болмайды. Күрішіңіз дана-дана болып піседі. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен қызып тұрған табамызға күрішімізді пісіріп аламыз. Ол үшін кішкене дана пиязды аршып, турап, қызарғанша қуырамыз. Оның үстіне бізге қажетті күрішімізді салып, 3-4 минут қуырып, оның үстіне су құямыз. Күрішімізді бөлек пісіріп аламыз. Күрішіміз кішкене қуырылғандықтан дәмі өте ерекше және де басқаша дәм беретін болады. Бөлек бір ыдысымызға бізге қажетті мөлшерде май құямыз. Оны қыздырып, оның үстіне туралған пиязымызды саламыз. Пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Оның үстіне сәбіз саламыз. Сәбізіміз пісуі өте ұзақ болғандықтан, бірінші мен сәбіз салатын боламын. Екеуін қызарғанша қуырамыз. Мінекей сәбізіміз бен пиязымыз қуырылды. Пиязымызмен кішкене күйіңкіретіп қуырамын. Себебі балдар пиязды көп ұната бермейді менде. Оның үстіне картоп және де 1 шай қасық томат салып араластырамын. Тамағымыздың үстіне су құямыз. Судың мөлшері сіз отбасыңызға дайындайтын адам санына байланысты құйылады. Күрішіміз дайын болды, дана-дана және де дәмі ерекше. Сорпаға мен ет салмай, тартылған ет салдым. Оның құрамында тұз және де 1 жұмыртқаның сарыуызын ғана салып, шарик тәрізді етіп салатын боламын. Қайнап тұрған сорпамызға тектеремізді және де күрішімізді салып араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша тұз және де дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. 5 минуттан кейін тамағымыз піседі. Себебі тефтер өте тез дайындалады және де күрішіміз піскен. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Келесі кездескенше.